Қайырлы күн, құрметті достар, біздің ардақты студенттер және ұлағатты ұстаздар. Сіздермен бірге Silkway Халықаралық университеті. Бүгін барлығымыз асыға күткен күнде келіп жетті. Оқу жылының басталуы, яғни білім күні мерекесімен баршаңызды шын жүректен құттықтаймыз. Достар, қазіргі таңда елімізде орын алған жағдайларға байланысты бүгінгі мерекелік кешімізді тек көгілдір экран арқылы жеткізуге мәжбүр болып отырмыз. Өте жақын арада елімізде және жалпы әлемде барлық жағдай өз қалпына келіп, студенттік шақтың қызықтарын бірге өткіземіз деген сенімдеміз. Құрметті достар, сіздер біздің университетіміз жайлы не білесіздер? Тарихы қандай ғимараттары бар? Тағы сол сияқты көптеген сұрақтар сіздердің көкейлеріңізде жүрген болар. Ендеше, назарларыңызға сіздер үшін арнайы дайындалған бейнеролигімізді ұсынамыз. Экраннан алыстамаңыздар, қызықтың бәрі алда. Достар, көптеген сұрақтарға жауап алдық деген ойдамын. Алайда, бұл біздің бағдарламаның бірінші бөлігі ғана. Келесі кезекте бүгінгі мерекелік кешімізді салтанатты түрде ашу үшін оқу орнымыздың президенті, Қазақстан Республикасы ұлттық инженерлік академиясының корреспондент мүшесі, жастар жанашыры Юнусов Мадияр Бақтиярұлының құттықтау сөзін қабыл алыңыздар.
Hello friends, my name is Silkway and I'm a second-year student of Silkway International University. Dear friends, our university is one of the leading universities in the country. We have a lot of attractions. Any student who comes to our university will be impressed by the beautiful locations that show whole pictures clearly. And now I will take you on a tour of the university's attractions. Let's follow me. Switch it up. Switch it up. Switch it up. Switch it up. I really hope that you enjoy a little bit the atmosphere of our university. Very soon, when these prohibitions end, we will be together in an active student's life. And now, friends, the respectable people of our university and city will congratulate you. Don't leave the screens. Be with us. Құрметті Silkway Халықаралық университетінің бірінші курс студенттері, құрметті әріптестер, сіздерді келіп жеткен бірінші қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Silkway Халықаралық университеті тек Қазақстанда емес, бүкіл әлемдік жоғары оқу орындарының арасындағы рейтингі жоғарғы университеттердің қатарына кіреді. Сіздер таңдаудан қателескен жоқсыздар. Бұл заман білекке емес, білімге сенетін заман. Сол себепті білімдеріңізді арттырып, алдағы уақытта еліміздің дамуына, еліміздің қарқындап көш бастайтын елдердің қатарына ілесуге бар күш-жігерлеріңізді салады деген сенімдемін. Елдің болашағы ол сіздерменен біздерге байланысты. Құрметті достар, сіздерді білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Тағы да мерекелеріңізбен. Құрметті қала жастары, үлкен өмірге қадам басқан студенттер, баршаңызды жаңа ерекше оқу жылының басталуымен шын жүректен құттықтаймын. Ерекше оқу жылында көп біліп, көп үйренуге тырысайық. Себебі бүгінгі жиналған білім ертеңгі нәтижелі жетістікке жеткізеді. Берілген мүмкіндіктерді жоғары біліммен ілгері нәтижені ұштастыра алатын, мықты болашақ қалыптастыратынымызға сенімдімін. Білім бәсекесіне қабілетті, жан-жақтама сауатты маман болып қалыптасу өздеріңіздің қолдарыңызда. Білімге ұмтылар жастарымыз, ойлы кемеңгер тұлғаларымыз саны арта берсін. Сіздердің алған білімдеріңіз мемлекетіміздің өсіп өркендеу жолында пайдаға ассын. Silkway Халықаралық университетінің бірінші курс студенттері, алар асуларыңыз бен биік шығар белестеріңіз көп болсын. Баршаңызға сәттілік тілеймін, мереке құтты болсын. Қазақстан студенттер альянсының төрағасымын. Бүгін сіздерді білім күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Сіздер бүгін үлкен өмірге аяқ басып отырсыздар. Сіздер біздің қатарымызға, студенттер қатарына қосылдыңыздар.
Бұл адам өміріндегі ең керемет шақтардың бірі. Сол себептен де сіздерге студенттік кезеңді қызықты, мәнді, сәнді өткізулеріңізді тілеймін. Осы шақта өздеріңізді нағыз азаматтық жолдарыңызды, нағыз достарды табасыздар. Студенттік шақты қызықты өткізіңіздер. Барлық жастармен, достармен, студенттермен республика бойынша араласып, тек алда болыңыздар, білімді болыңыздар, белсенді болыңыздар. Сіздерге өмірде тек жақсылықтар тілеймін. Hi, greetings from Barcelona. On behalf of the University of Barcelona, I would like to wish you a fantastic and fruitful academic year. I hope to see you soon in Shipken or in Barcelona. Bye. Hello from Spain. I am Jordi Jimeno, the Academic Director of Internationalization and Lifelong Learning from the University of Castilla-La Mancha, and I want to wish you a very good start of this new course. In this Knowledge Day, I want to say hello to my colleagues in the Silkway University, and especially to all the students that conform this university and this global community. As you know, University of Castilla-La Mancha and University of Silkway, we are a very good partners and a very good friends. We have created last year the Spanish class. I remember because last year I have been in Shimkent and I have a very good time with you over there. But this year, as we know, is quite complicated because of this coronavirus. So this year we need to take many care from us and from our families, but we need also to move on and to keep working and keep studying hard. And I wish you all the best for this year and for all your career. Keep working strong, and I hope someday to join you in Shimkent again, or why not? We will be very happy if we can receive you in Castilla-La Mancha University. So my best wishes and the best wishes from my colleagues from my university, from Castilla-La Mancha, and I wish all the best for all of you. Have a very good start of the year. Rahmet, bye bye. Hello everyone, my name is Manjeet Singh, a multimedia specialist from New Delhi. Today, on behalf of Silkway University, I would like to congratulate every one of you over there and welcome you to this wonderful platform. Well, I would like to say that at this particular moment, you're at the right time and at the right place. Wish you all the best. Привет and good day. I am Professor Muhammad Talib, the very first Prorector for Informatization of Silkway International University. I joined this world-class university when it was in its transition phase from South Kazakhstan Pedagogical University and worked under the eminent guidance of its maiden rector, Professor Elena Yefimova. I have designed many new courses and restructured some of the existing ones both at graduate and undergraduate level in order to make them more competitive and job-oriented in the world market. I hope that its International Director, Mr. Yaksibai Mamedova, will not leave any stone unturned in maintaining the international status of the university and providing all kinds of help to the students for their mobility. Over and above, the President, Mr. Yunus Madhyar Bakhtiyarovich, has been working day in and day out for the further upliftment of the university and providing all kinds of help to its students and staff in a very friendly manner. Last but not the least, I wish you all the success in your future endeavor from India. Please feel free to revert should you need any help. I may be physically far but virtually very close, and maybe someday you may find me around the campus. Until then, email me at prof.talib
taleb@yahoo.com. Thank you very much. I'm hereby thanking and congratulating the online students and the general students of Silkway International University in Kazakhstan. My name is Mustafa Hassan Zahir. I'm the Vice President of Ibn Ali University Hargeisa, Somaliland. Thank you very much. Congratulations. Hi, my name is Keith Murphy. I'm a third year student of Business Administration at the Lund University of Applied Sciences in the Netherlands. I would like to wish every New Year's first year a very, very good first year and welcome to university. I hope you enjoy everything you're going to be learning and studying and meeting loads of great people and all the challenges you're going to face, and then you'll surpass them anyway. I would like to wish everybody a very, very nice time. Арман қуып ауылдан асып, келді көп қыз көп ұл. Жатақхана шағын қалашық, болдау мекен өмір. Көбелектей жалынға ғашық, алып ұшқан көңіл. Көңіл тойған қарындар ашып, студенттік өмір. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңдерге шағымнан. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңдерге шағымнан. Өмірден аларың мейірімі ананың, ақылы ағаның, содан соң басылар мектепке қадамың, өсесің өнесің, жадарып жанарың өзінің қалауын. Болашақ маманың өмірің, көңілің, бір күні қуаныш, бір күні наламың. Ей қарағым, көресің, көнесің, мойныңа артылған өмірдің талабын. Айрығып шындығын ағымен, қарасын, жақсы мен жаманың, адал мен арамның, жасалар амалың. Көк асып мерейің, жер басып табаның, біліммен бұза бер тағдырың, қамалың. Ұшалсың қаламың, ашылсың қабағың, бұл сенің заманың. Қадірін ұғынсаң тәлімім, беретін сүйретер, өзіңді үйретер сабағың. Мейірімді мұғалімдерім бізге берген барын, құрдастарым қыраным менің, қайдасындар бәрін. Сырларым көп айта бермейтін, жабырқайды жаным. Сағынған мен қайта келмейтін, студенттік шағым. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңдерге шағымнан. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмір ең соңғы кезеңдерге шағымнан. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмірің соңғы кезеңдерге шағымнан. Студенттік өмірді сағындым, бастауындай бағымнан. Студенттік өмірің соңғы кезеңдерге шағымнан.
Адам өмірі әлбетте көптеген қызықты естеліктерден тұрады. Қаншама қызықты сәттер, естен кетпес оқиғалар, барлығы студенттік шақтың аясында басталады. Студенттік өмір жаңа өмірге қадам басудың алғашқы баспалдағы. Тұлға болып қалыптасу үшін студенттік шақта жинаған тәжірибеңіз өте маңызды. Болашағыңыздың жарқын болуы өз қолыңызда. Оқу барысында ғана емес, қоғамдық саланың үздігі атаныңыз. Сонда ғана сіз өз мамандығыңыздың нағыз майталманы атанып, болашақта үлкен жеңістіктерге жететініңізге сенімдімін. Silkway жанұясына қош келдіңіз. Привет, будущий студент. Я Улугбек, выпускник Международного университета Silkway. Выбрав этот университет, я сделал очень правильный выбор и всегда буду этим гордиться. Здесь для первокурсников есть отличная возможность получить высшее образование, хороших друзей, возможность учиться за рубежом. Здесь есть много специалистов, которые знают свое дело. Замечательный преподавательский состав, большая библиотека, вместительные аудитории и лекционные залы. Я уверен, здесь твои студенческие годы пройдут незабываемо. Я желаю вам успехов в учебе, станьте активистами университета, патриотами, и тогда перед вами откроется большая дверь в будущем. Hello everyone, my name is Durdana, a graduate of Silkway International University. I know that I made the right choice of university 4 years ago, and I will always be proud of it. Here we have a great opportunity to get a higher education, good friends, exchanging programs for studying abroad. We have qualified teachers, professors, and large library, classrooms, and lecture halls. I believe that your student life will be unforgettable and wish you great success in your study. Be smart, innovative, and unique, and you will achieve all goals in the future. Уважаемые студенты первого курса, я очень рада, что вы выбрали именно этот университет. Студенческие годы – это самые яркие и запоминающиеся моменты в жизни каждого человека. Студенческие годы – это шаг в новую жизнь, новая реальность и новые друзья. Я приглашаю вас провести эти ближайшие 4 года весело и интересно. Конечно же, учеба в приоритете, но не забывайте также при этом, что в нашем университете имеются студенческие клубы, организации и кружки. Руководство университета всегда поддержит любые ваши идеи и начинания. Не бойтесь рисковать, будьте непоколебимы на пути к своей мечте. Наше общество, наша страна надеется на нас и верит нам, как талантливой и перспективной молодежи. Так давайте начнем путь в свое будущее прямо сейчас. А университет – это как раз начало этого пути. Совершенствуйтесь, творите,